Ыбырай Алтынсарин атамыздың бай мен жарлы баласы әңгімесі. Асан деген бай баласы болыпты, ал Үсен жарлы баласы. Екеуі құрдас екен. Бір күні ел көшкенде қыр астында ойнап жүріп, ескерілмей екеуі жұртта қалып қойыпты. Бір мезгілде үйге баралық деп келсе, ауыл жоқ, құр жұрты жатыр екен. Асан айқай салып жылай бастайды. Үсен ойланып тұрады да, жылағанмен еш нәрсе өнбес, көшкен ауылды іздеп табалық. Жұртта бір көзі сынған ине жатыр екен. Оны да алады. Және бір пышақтың сынығын бір-екі уыс қыл тауып, оны да алады. Сонан соң ауылдың жұртын айнала жүгіріп жүріп, көштің кеткен сүрлеуін тауып, сол сүрлеуге түсіп жүре береді. Біраз жер өткен соң сүрлеу екі айырылады. Мұны көріп Асан жылай бастайды. Енді қайсына түсеміз деп Үсен қарап жүріп біреуіне түседі. Мынау сүрлеу бүгін жүрген көштің сүрлеуі екен. Малдың жас тезегі бар деді. Біраз жүрген соң Асан қарным ашты деп тағы жылады. Үсен үндемей келе жатып, екеуінің алдынан бір үйрек ұшып ұзамай қасына қонады. Асанның онымен ісі болмай жүре береді. Үсен жүгіріп барып сипалап жүріп, үйректің орнынан 6 жұмыртқа тауып алады. Асан қуанып жұмыртқаны алайын деп еді, Үсен алдырмай, жолдан адасып көп күн жүрсек, бізге тамақ керек болар. Үйректі де ұстап алайық деді. Асан айтады, қалай ұстаймыз деп. Үсен, мен әкемнің ұстағандарын көріп едім. Манағы жұрттан тауып алған қылдан есіп, тұзақ істеді де, оны апарып үйректің ұясына құрды. Мұнан соң Асанды шақырып алып, екеуі бір таса жерге қалың шөптің арасына барып жатты. Көп ұзамай үйрек қайта ұшып, жан жағында адам көрінбеген соң ұясына келіп қонды. Бітегенеден соң Үсен түрегеліп, жүгіріп ұяға барып еді, үйрек ұша алмай далбырлады да қалды. Қараса, үйрек мойнынан тұзаққа ілініп қалған екен. Үйректі Асан тірі алып ойнап баралық деді. Үсен, жоқ, әкем үйрек, қаз, адал құстар. Мұқтаждықта Құдай тағала бұларды адамға алып тамақ етуге бұйырады. Бірақ тірілей байлап матап әуре ету обал деп айтушы еді. Әуре етпей бауыздап алалық деп, манағы жұрттан тауып алған пышақтың сынығымен бауыздап алады. Мұнан соң келе жатып, түс ауған уақытта екеуі бір өзен судың бойына жетеді. Су ішіп сусындарын қандырған соң Үсен айтады, енді бір тамақ пісіріп жейік деп. Асан болса, от жоқ, не қылып пісіріп жейік дейді. Үсен үндемей су жағалап жүріп кетіп бір шақпақ тас тауып әкеледі. Және шапанның бір кішкентай жыртылған жерінен аз ғана мақта суырып алып, оны тастың үстіне қойып, бәрін бармағына ғана қатты қысып тұрып, манағы пышақтың сыртымен тасқа қатты ұрып еді, от шығып мақта тұтанады. Сонан соң айналасына аз ғана тезек үгіп салып, Үсен өзі отты үріп тұтандырып жатып, Асанды қу-тал жинап алып кел деп жібереді. Тал келтірілген соң от жағып, әуелі жұмыртқаны отқа салып пісіреді. Онан соң үйректің жүнін жұлып, бұтарлап, бір талдап, істік істеп үйректі отқа қақтайды. Піскен соң екеуі де жесіп тойып алыпты. Тамағы тойған соң көңілінен уайымы шығып, Асан су жағалап жүгіріп кетті. Бір мезгілде дауыстады. Үсен, Үсен, мынау тайыз жерде балықтарды қарашы, деп.
Үсен оған қарамай баяғы жұрттан тапқан инені отқа салды. Ине біраздан соң оттың күшімен еріп қызарды. Сол уақытта пышақпен инені алып ептеп иді. Қармақ істеді. Сонан соң Асанды шақырып, сен шегіртке тере бер, деді де, өзі манағы қылдан есіп қармаққа бау істеп байлап, талдан кесіп, оған сап істеді. Сөйтіп қармағы әбзелімен даяр болған соң, Үсен суға барып, Асанның жиған шегірткесін жемге шаншып, қармағын суға салды. Су әдемі, айнадай таза су екен. Ішіндегі ойнаған балықтарды көрініп жүретұғын. Әуелі шабақтар келді. Біреуі бір, екеуі екі жемді иіскеп, тиіп қашып жұлқып өтіп жүрді. Сөйтіп тұрғанда шабақтар дүркірей келіп қашты. Қараса бір шортан келген екен. Ол шортан жемге де қарамай, тәкаппарланып, жайымен бұлғаңдап өтіп жүре берді. Шортан өткен соң манағы бытырап кеткен шабақтар тағы жалма-жан жиылып келісіп, жемнің айналасында ойнап, бірін-бірі қуып, жемге де тиіп қашып, соғып өтіп жүрді. Сөйтіп тұрғанда шабақтар және дүркірей қашып, жоқ боп кетті. Қараса бір бөлек ала бұғалар келген екен. Жемді ең бұрын көрген біреуі тоқталмастан келіп, асап келіп қалғанда, Үсен қармақты тартып алып, оны шығарып тастады. Сол қалыпша Үсен бірталай ала бұға алды. Балықтың алынған қызығына айналып тұрып, балалар күннің кешке таянып қалғанын аңғармағанда екен. Бір мезгілде Үсен күнге қарап, күн кеш батып қалыпты ғой. Жарықта өткел тауып алайық, деп қармақпен алған балықтарын біреуінің шапанына орап алып, манағы шақпақ тасын және сабы бауымен қармағын да қалдырмай алып, енді өткел іздепті. Бұл турада Үсен кідірместе манағы өздерінің түсіп келген сүрлеудің өткен жерін тауып алып, сол жерден өте шықты. Біраз жүрген соң күн кеш болды. Және біраздан соң ымырт жабылып, жол көрінбеді. Түн болған соң балалар екеуі де қорқайын деді. Сөйтсе де Үсен сыр білдірмей, енді жүрдісек адасармыз деп тоқтады. Тезек теріп от жақты. Біраз отырған соң Асан күндіз көп жүріп шаршаған бала ұйықтап қалды. Үсен ойлады, әкем айтушы еді, елді жердің ұрысы далалы жердің бөрісі болады деп. Ұйықтамай отқа күндізгі алған балығын пісіріп ермей кетіп отыра берді. Естуі бар еді, от жағып отырса қасқыр келмейдіміз деп. Қарап отырса бір мезгілде бір топ киік келді. Олар анадайдан одырайып қарап тұрып, өз-өзінен үркіп жөнелді. Біраздан соң құлын тайы бар бір үйір құлан келді. Айғыры алдында басын тікшейтіп, құйрығын шаншып, осқырып, өзгелері таңданып, қарап тұрды да, олар да шауып жөнелді. Бір мезгілде жақын жерде қасқыр ұлыды. Аласырықта өгіз шағала адамша шаңғырып, біресе жылаған балаша, біресе қарқылдап күлген адамша әртүрлі дауысқа салды. Үсен түйсіңкіреп, бойы мұздап, қолына манағы қармақтың таяғын қысыңқырап ұстап және отыра берді. Сөйтіп жануарларды көріп, және оттың жарығына жиылған құрт құмырсқа көбелектерді қарап, бұл көбелек қоңыздар неге көріне өлімізде отқа түсе береді екен деп әртүрлі ойларға қалып, сүйеніп жатып таңда атырды. Күн шығыста таң әуелі алтынмен бояғандай қызарып, жан жаққа жайыла барып,
Ақыры қызылы тарап ағара бастағанда Үсен Асанды да оята бастады. «Жүрер уақыт болды» деп. Асан далада екен ұмытып үйдегі қалыбынша жуық арада оянбай ыңырсыса да, Үсен қоймай оятып алып, қасына ертіп жолға шығысты. Күн сәскеге шейін жүріп отырып, сәскеге сүрлеу бір қатаң шоқаттау жерге түсіп көрінбей кетті. Балалар енді қай жаққа жүрерін білмей дағдарып тұрды. Сөйтіп жан-жағына қарап тұрса, ілгергі алдында бір биік қыр үстінде үлкен мола көрінеді. Сонда Үсеннің ойына әкесінің сөзі түседі. Далада жүріп адассаң, молалы жерде су болады, сулы жерде ел болады дейді екен. Сол ақыл ойынша Үсен Асанды ертіп молаға қарай жүреді. Молаға жақындап келгенде қаңқылдаған қаздың дауысы естіледі. Үсен енді білді, жақын жерде көл бар екенін. Оның үшін қаз сусыз жерде мекен етпейді. Келіп екеуі енді молалы қырға шықты. Қараса, қырдың жығылар асты үлкен көл екен. Көлдің айналасы да іші де жыңылдаған мал, жағасында жібектей жапырлаған көкорай, қора-қора қой мен жылқы. Жылқының бір парасы көл ішіне кіріп, белінен құраққа кіріп тұр. Енді бір жағасындағы сортаңда бір топ түйе жатыр. Бұларды көріп балалар қырдан түсіп жүгіріп малға келді. Келсе өз ауылдарының малы екен. Малшылар Асан мен Үсенді көріп, олар да қуанып, біреуі әке-шешелерінен сүйінші сұраймыз деп шауып кетті. Өзгелері балаларды атқа мінгізіп, ауылға алып жүрді. Жолда келе жатып малшылар айтты: «Сендердің жұртта қалғандарыңды біліп, кешеден ауылдың жан біткені іздеуге кетіп еді» депті. Нақ бесін мезгілінде балалар аман есен үйлеріне келіп, әке-шешелеріне қосылыпты дейді.